Мемлекет басшысы Астана Экспо 2017 көрме кешенінің құрылысымен танысты. Экспо көрмесі Қазақстанның мол әлеуетін әлемге тағы бір көрсетіп беретін ірі шара болмақ. Қазір құрылыс жұмыстарының алғашқы кезеңі аяқталуға жақын. Негізгі нысандардың қазығы қағылып, кәріз жүйелері тартылды. Кешен басына 1000-ға тарта құрылысшы мен жиын саны 300-ден астам техника жұмылдырылған. Нулевой цикл мы завершим уже в октябре этого года. Нулевой цикл барлығына ма? Выставочная зона, вот которая 25 гектаров, где барлығын кім? Алқорының астындағы нулевой циклды октябрьде барлығын шығарамыз устанавливать. В связи с тем, что нужно будет заказывать металлические конструкции и устройства, поэтому время сжато, и этот график немножко мы изменили. Жоспар бойынша Экспо қалашығы келешекте елорданың ең көрікті орталықтарының біріне айналады. Сондықтан кешенде ұлттық халықаралық шаралар өтетін ірі павильондармен бірге конгресс орталық, тіпті тұрғын үй мен әлеуметтік нысандар және әрине сауықтыру орталықтары бой көтереді. Көрме болашақ энергиясы тақырыбында өтетін болған соң кешендердің бірсыпырасы өзін жарықпен қамтитын болып салынады. Уникальность это проект. Біз салатын нысанның әлемде баламасы болмайды. Өйткені дәл осы технологиямен бой көтеретін шар тәріздес ғимарат ешбір елде жоқ. Оның басты ерекшелігі шынылары электр энергиясын өндіреді. Алдағы уақыт орталыққа қатынауды жеңілдету үшін арнайы қоғамдық көліктер сатып алынып, оларға арнайы жолдар төселеді. Көрмеге сырт елдерден келетін қонақтардың да саны көп болады деп күтілуде. Сондықтан Экспо 2017 көрмесіне дайындық барысында қаланың әуежайында біршама кеңейту көзделіп отыр. Қазақстанның абыройын жоғары көтеретін тағы да бір үлкен мәселені шешейік деп отырмыз. Барлығымыз соған жауаптымыз. Қаланың түрін өзгертеді, Астананың барлық жағынан да деңгейін көтереді. Қазақстан үшін өте пайдалы, өте керек нәрсе. Сондықтан бәріміз жұмылып жұмыс істеуіміз керек осыны уақытысында орындап шығу үшін.